ешқашан деген сөзді айтпаңыз. Себебі уақыттың тез өтетін соншалықты, бұл өмірде ештеңе өзгеріссіз қалмайды. Өмірде кездескен барлық жақсылықтарды жүрегіңізге сақтап қойыңыз. Ал барша жаман естеліктерді суға ағызып жіберіңіз. Адамның сәні ақылында, ақылының сәні сабырында, сабырдың сәні батылдықта, ал батылдықтың сәні мейірімділікте. Егер де сіздің жіберген қателігіңізді түзетуге мүмкіндігіңіз болса, демек сіз қателік істеген жоқсыз. Жай ғана ерлі зайыпты болу аздық етеді. Бір-бірлеріңізге дос және көңілдес болыңыздар. Өтпеген жағдайда жаңағы айтқандарды сырттан іздейтін боласыздар. Қолыңнан келгеннің бәрін істе, ал қалғанын тағдырға тапсыр. Жеңіс өзгелерден жарты сағат артық шыдаған адамдарға тиесілі. Ақмақтан қауіпті дұшпан жоқ. Өмірдің мәнін іздеген адам оны әлбетте жоғалтады. Сені ешкім ренжітпегенін қалап тұрсаң, өзің де ешкімге ренжіме. Мәңгілік гүлдейтін ештеңе жоқ. Бәрі де өз уақыты келгенде солғын тартады. Жеңілу қорқынышты емес, күресуді тоқтату қорқынышты. Жақсылық та, жамандық та сенің жүрегіңде. Ата-анасы жұмыс істеп, өмірдің рахатын олардың балалары көрсе, онда олардың немерелері кедейлікке ұшырайды. Ренішті есіңде көп сақтайсың ғой. Дәл сол сияқты қуанышты да есіңде ұзақ сақта. Ерлі зайыпты жандар бір-біріңе қол мен көздей болсын. Қолың ауырғанда көзіңе жас келеді, ал көз жылағанда қол оның жасын сүртеді. Теңіздің ұлылығы майда өзендерді бауырына басатындығында. Өтірік айтатын адам ұрлық та жасай алады. Қырықта ақылы кірмегенге енді үміт артпай-ақ қой. Аузымыз біздің ауруымыз бен бақытсыздығымыздың себепшісі. Адамның тәрбиесі оның шыққан тегінен де маңызды. Жаман қожайын арам шөп өсіреді, жақсысы күріш өсіреді. Ақылды қожайын топырағын құнарландырады, ал ұзақты көретін адам ғана бағбан тәрбиелейді. Иілуді үйренбесең, түзелуді білмейсің. Балшы өз тағдырын білмейді. Ақылсыздық жайлаған жерде ақыл өзін жасыруға мәжбүр болады. Ақша ата-ананы баласымен де ұрыстырады. Егер ұлыңды жақсы көрсең, оны ұзақ сапарға жібер. Әр нәрсе өз уақытымен. Уақытты ешқандай бөгет те тоқтата алмайды. Әйелі жаманның 60 жылдық азабы бар. Тәкаппарлар бақыттың дәмін кеш сезеді. Кездесу қоштасудың бастауы. Ертеңін ойламағанның бүгіні де оңбайды. Бәрі нөлден басталады. Балшықты ұрсаң, өзіңе шашырайды. Баланы еркелету, оны тастап кеткенмен тең. Ауыздан шыққан сөз бүкіл әлемді шарлайды. Әйел қаласа, жартасты да жарып өтеді. Кеткісі келгенге жармаспа, есікті қаққанды қума. Қарапайым адамдар болмаса, ұлылар да болмас еді.
бір ауыз жылы сөз 3 ай қыста жауратпайды. Егер мәселені шешуге болатын болса, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Ал ол шешілмейтін мәселе болса, қанша уайымдасаң да пайдасын таппайсың. 10 жасында данышпан, 20-сында кемеңгер, 30-дан кейін қарапайым адам. Терең өзендер үнсіз ағады. Қайғы келген жерге қуаныш та келеді. Бір жақты шешім қабылдама. Кінәліні тапқың келсе, екеуінен де жауап ал. Өмірде кездесетін сәтсіздіктерден қорықпаңыз. Себебі ол сізді жеңіске жеткізетін баспалдақ. Балаңызды бай болуға емес, бақытты болуға тәрбиелеңіз. Сонда олар ер жеткенде барлық нәрсенің құнын емес, құндылығын түсінетін болады. Біз өзімізге деген жігерді, күш пен сенімді сырттан іздейміз. Оны өзімізден іздегеніміз дұрыс. Өйткені олар біздің бойымызда өмір сүреді. Әрбір үрген итке тас лақтыру үшін тоқтай беретін болсаңыз, ешқашан діттеген орныңызға жетпейсіз. Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Біз жоғалтқанда ғана іздей бастаймыз. Кешіккенде ғана асығуды үйренеміз. Махаббат сөнгенде ғана жібере аламыз. Өлім жақындағанда ғана өмір сүруді үйрене бастаймыз. Қалай болса, солай өткен жастық шақ адамды тез қартаюға алып келеді. Жұмысы жоқ адам азғындыққа бір табан жақын келеді. Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе оның басқа адамдармен қарым-қатынасы. Мінезі бір қалыпты адамдардың өмірі де жайма-шуақ болады. Адамдардың бір-бірін дұрыс танымауы немесе шамадан тыс тануы олардың жақындасуына кедергі болады. Қолынан келетін, істеуге тиіс ісін істей алатын адамды нағыз бақытты адам деуге болады. Біз бақыт өзі келеді деп күтпей, оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Адамға қажеттілігін берсеңіз, жайлылықты қалайды. Жайлылықпен қамтамасыз етсеңіз, молшылыққа еліктейді. Молшылықты жаудырсаңыз, талғампазданады. Бәрінен де қызығы, осының бәрін берсеңіз, қалағаным болмады деп шағымданады. Бір рет сатқындықты кешірген кісі, тағы да бір сатқындыққа ұшырайтынына дайын болсын. Жастарға тәрбие беріңіз. Сонда үлкендерді жазалаудың қажеті болмайды. Басқалар сен жайлы не ойласа, оны ойласын. Ал сен өзің дұрыс деп тапқан ісіңмен айналса бер. Нығметтердің ең жақсысы ақыл, ал бақытсыздықтың ең жаманы ақмақтық. Егер де біреу қатесін түсініп, сізден кешірім сұрап жатса, оның үзірін кешіктірмеңіз. Ғаламда екі нәрсе шексіз. Бірі галактика, екіншісі адамның ақмақтығы. Өмір фотография секілді. Күлімдеген сайын жақсара түседі.